Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге e-салық приложениесі арқылы налогтарыңызды, артық кеткен налогтарыңызды, қате төленген налогтарыңызды возврат жасауды көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау кетіңіздер. Егер де приложениесіне кіріп аласыздар, регистрация жасайсыздар, немесе парольдеріңізді жазып кіресіздер, тіркеліп қойған болсаңыздар, осы жерде e-салық дегенді таңдайсыздар. Міне сіздерге осылай шығады. Управление переплатой деген жерге кіресіздер, екінші тұрған. Және бұл жерде сіздер қайсысын возврат жасап жатырсыздар. ЕПН налог па, соны таңдап аласыздар. Менде мысалы қазір 73 мың теңгенің жартысын возврат жасаймын. Для возврата деген таңдайсыздар. Қандай банкке сіздерге түсу керек возврат ақшаларыңыз. Сондықтан осы жерде Каспий банкты таңдаймыз. Менде Каспий банк. Ары қарай номер счета деген жерге Каспийларыңыздың 12-20 сандық жазып аласыздар, номер счетін жазып аласыздар. Ары қарай подтверждающий документтерге ештеңе қоймасаңыздар болады. Ары қарай продолжить деген батырманы басып келесі бетке өтесіздер. Мен сіздерде налогтарыңыз қайда жатыр, соны көрсетеді, қайда түсу керек, соны жасады. Суммасы қанша теңге сіздер возврат жасайсыздар, соны жазасыздар осы жерге.